Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Жұмағали Алина. Мен зерттеушімін атты жобада Қордай ауданының қазба байлықтары, оның денсаулыққа әсері атты тақырыпты таңдадым. Мақсатымыз ол Қордай ауданының карьерде қазба байлықтарын өндірудің экологиялық жағдайға және де адам денсаулығына әсерін анықтау. Тілігі ол бізде қазба байлықтарын өндірістің пайдасы мен зиянын анықтау, және де табиғатқа деген зиянын, адам денсаулығына деген зиянын шектеу. Қордай өңірі табиғи пайдалы қазбаларға өте бай аумақтардың бірі. Онда гранит, әктас, құм, саз, тас металдары секілді пайдалы қазбалар кеңінен өндіріледі. Олар құрылыс материалдарына, өнеркәсіптерге көбінен пайдаланылады. Алайда карьерлердің көбеюі ауаның ластануы мен жануарлар мен адамдардың денсаулығына өте жаман әсер әкеледі. Қазба байлықтардың адам денсаулығына әсері. Қазба байлықтарын өндіру ауаны ластап, тыныс алуды нашарлатады. Химиялық қалдықтар суды улап, адамның ішкі ағзасына жаман бактериялар туғызады. Ауыр металдар топырақ арқылы адам ағзасынан өтіп, улануға себеп болады. Қоршаған ортаны қорғау шаралары. Ең бірінші біз қазылған жерді рекультивация жасап, жерді қайта қалпына келтіруімізге болады. Және де ағаш отырғызу, көгалдандыру арқылы бүлінген аумақтарды табиғи күйіне қайта келтіруімізге болады. Су мен ауаға зиянды қалдықтардың таралуы азаю үшін сүзгілер мен тазарту жүйелерін қолдануға болады. Қазба байлықтарының пайдасы мен зияны. Пайдасына келетін болсақ, ол экономиканы дамытады, жұмыс орындарын ашады, құрылыс энергетикасы, медицина тұрғыда кең таралған, адамдардың өмір сүру сапасы жақсарады. Ал зиянына келетін болсақ, ол өндіріс кезінде ауаға, су және топыраққа үлкен зиян келтіреді. Шаң мен химиялық заттар адам денсаулығын жамандатады, және де табиғи экожүйелер бұзылады. Қорытындылай келе, қазба байлықтарды өндіру экономиканы және құрылысты дамытудың маңызды бөлігі. Бірақ өндіріс кезіндегі шаң, су, ластану адам денсаулығына зиян тигізіп, тыныс алу аурулары мен күйзеліске әкеледі. Сондықтан пайдалы қазбаларды қауіпсіз әрі табиғатты қорғап өндіру өте маңызды. Бұл макетте табиғатты ұқыпты ұстау және де осындай карьерлік жұмыстардан кейін бәрін экологиялық тұрғыда қалпына келтіру маңызын көрсетеді. Сол жақ бөлігінде жер қойнауының пайдалануы көрсетілген. Жұмысшылар, техникалар жұмыс істеп, мынандай карьерлер қазып жатыр. Бұл карьерлерден пайдалы қазбалар табылады. Жер бедері өте бүлінген, өсімдіктер өте аз. Себебі карьерлер қазған кезде жер бедері қатты бүлінеді. Ал оң жақ бөлігінде карьердің рекультивациядан кейінгі көрінісі. Табиғат қалпына келтірілген, ағаштар отырғызылған, өсімдіктер отырғызылған, жерді құнарландырған. Халыққа ыңғайлы болу үшін мына жерде жол салынған. Көріп тұрғандарыңыздай, карьердің қазылған жерлеріне су толтырып, шағын көл жасаған. Халық тынығып, демалып жатыр. Бұл макетте карьерлердің пайда болуы мен оны қайта қалпына келтіру үдерісі көрсетілген. Құрметті көрермендер, біз Қордай ауданы Соғанды ауылындамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде гранит өндіріледі. Гранит ол табиғи тау жынысы. Ол өте әдемі әрі берік болып келеді. Одан біз ас үйге, үстел, еден жабындары, қабырға қаптамалары, ескерткіштер және баспалдақтар жасасақ болады. Гранит алдымен жерді қазып, үлкен карьер ашады. Арнайы техника тастарды жарып кесіп алады. Бірақ бұл табиғатты өзгертеді, орман жойылады, жануарлар қоныссыз қалады, шаң мен су ластанады.